Сәлеметсіздер ме, құрметті киносүйер қауым. Бүгінгі айтатын киномыз 2014 жылы шыққан Ано фильмі. Фильмнің атмосферасы баурап алады. Ужас жанрындағы фильмдердің інжу маржаны деуге болады. Мұндай кинолар көп түсіріле бермейді. Сондықтан обзорды көріп болғасын, бұл фильмге деген қызығушылықтарыңыз артады деген ойдамын. Фильм түсініксіз тіршілік иесінің бір бейтаныс қызды қуып келе жатқан көрінісімен басталады. Қуғанда қалай, артынан жай жүріп жетіп алмақшы. Ты просто помнишь, что я люблю тебя, хорошо? Келесі күні таңертең жаңағы қыздың өте ауыр жарақат алған өлі денесі өзен жағасында жатады. Кейінгі кадрда Окленд университетінің студенті Джей өзінің жаңа жігіті Хьюмен кездесуге шығады. Сол күні кешке Хью мен Джей кинотеатрға барады. Жігіт театрдың артындағы әйелді көрсетеді. Джей оны көре алмайтынын айтқанда, Хью қобалжып, қорқып кетіп, олардың кетуін сұрайды. Твоя бывшая девушка типа того? Келесі кездесуде Хью мен Джей оның көлігінде жыныстық қатынасқа түседі, бірақ содан кейін ол Джейді хлороформмен ұйықтатып тастайды. Джей қаңырап тұрған Паккард зауытында мүгедектер арбасында оянады. Онда Хью оны басқа дүниелік адамдар қуатынын түсіндіреді. Ты можешь избавиться от него. Просто переспи с кем-нибудь как можно скорее. Түсініксіз тіршілік иесі тек Хьюге ғана көрінеді, және ол кез келген тұлғаның кейпіне кіре алады. Ол егер Джейді ұстап алса, оны өлтіреді. Сосын олар өздеріне қарай келе жатқан жалаңаш әйелді көргеннен кейін Хью Джейді үйіне апарып қашып кетеді. Келесі күні полиция жалаңаш әйелді де, жалған атпен өмір сүрген Хьюді де таба алмайды. Мектепте Джей аурухана халатын киген кемпірдің өзіне қарай келе жатқанын, бірақ басқаларға көрінбейтінін көреді. Джейдің әпкесі Келли және оның достары Пол мен Яра көмектесуге келеді. Олар Джейдің үйінде түнеуге келіседі. Сол түні біреу ас үйдің терезесін сындырады. Паул жан-жағына қарады, бірақ ешкімді көрмеді. Үйдің ішінде Джей өзіне қарай келе жатқан түсі суық, жартылай жалаңаш әйелді көреді де жоғарыға көтеріліп басқаларға қарай жүгіреді. Достары түсініксіз тіршілік иесін көре алмайды. Ұзын бойлы, көзсіз көрінетін адам жатын бөлмеге кіргенде Джей үйден қашып кетеді. Достары оны жақын маңдағы ойын алаңында қуып жетеді. Көршісі Грегтің көмегімен достар Хьюдің шын атын Джефф Ремонтты тауып, оның мекен жайына қарай аттанады. Джеффтің анасы есікті ашады. Джей Паккард фабрикасында көрген жалаңаш әйелдің Редмонд ханым кейпінде екенін түсінеді. Джефф бұл тіршілік иесінің бұрынғы қуғыншылармен жыныстық қатынасқа түскендерді қудалайтынын, ол Джейді де Хьюмен төсек қатынасына түскеннен кейін қудалай бастаған еді. Хью Джейдің басқа адаммен жыныстық қатынасқа түсуі тіршілік иесінен құтылудың жалғыз жолы екенін түсіндіреді. Бірақ егер ол Джейге жетсе, ол өлтіреді. Содан кейін ол Джеффті қайтадан қуады. Когда она убьет ее, придет за мной. Грег қыз бен достарын көлдегі отбасылық үйіне апарып, Джейге револьверді атуды үйретеді. Жаратылыс Яра кейпінде келіп, көл жағасында Джейге шабуыл жасайды. Джейдің достары оның денесіне қарсы орындықты сындыру арқылы қуып жібереді де, Джей оны басынан атып тастайды. Бірақ ол жарақатсыз шығып, Джеймен көрші тұратын бала кейпіне еніп, Джейге қайтадан шабуыл жасайды. Ол Грегтің көлігімен қашып, жүгері алқабында соғылады және ауруханада қолы сынған күйде оянады. Грег ауруханада Джеймен жыныстық қатынасқа түседі, өйткені ол тіршілік иесінің бар екеніне сенбейді. Бірнеше күннен кейін Джей Грегтің үйіне қарай келе жатқанда, Грег түріндегі тіршілік иесін көреді. Үйдің терезесін сындырып, ішке кіреді. Джей телефон арқылы нағыз Грегті ескертуге тырысады, бірақ ол жауап бермейді. Ол үйге жүгіріп кіріп, Грегке секірмес бұрын оның есігін қағып тұрған Грегтің жартылай жалаңаш анасы түріндегі тіршілік иесін табады. Джей жаратылыстың өлі Грегпен жыныстық қатынасқа түскенін көреді. Содан кейін Джей көлікке отырып, қашып, түнді далада өткізеді. Жағажайда Джей қайықтағы 3 жасты көреді. Сосын шешініп суға түседі. Үйге оралған Пол мүмкіндікті пайдаланғысы келіп, Джейге оны тапсыруды ұсынады, бірақ ол бас тартады. Нет. Топ тіршілік иесін бассейнге апарып, электр құрылғыларын суға лақтырып өлтіруді жоспарлайды. Бассейн ішінде күтіп тұрған Джей тіршілік иесін байқап, оның әкесінің кейпіне енгенін түсінеді. Ол бассейнге кірудің орнына оған құрылғыларды лақтыра бастайды.
көзге көрінбейтін нысанаға оқ атқан Павел байқаусызда Яраны жаралайды, бірақ жаратылыстың басынан атып алады. Ал оның бетін жайма жапқаннан кейін ол қайтадан оқ атып, оны бассейнге құлатады. Ол Джейді су астына алып бара жатқанда Пол оны қайтадан атып тастайды, ал Джей қашып кетеді. Содан кейін ол бассейнге жақындап, оның қанға толып жатқанын көреді. Джей мен Пол жыныстық қатынасқа түседі. Сол түнді Павел жезөкшелермен өткізіп, қаланы аралап жүреді. Кейінірек Джей мен Пол көшеде қол ұстасып келе жатқанын көреміз, ал олардың артынан бір фигура жүріп келе жатты. Осымен фильм бітті. Обзор ұнаған болса лайк басып, пікір жазып, каналды жоғалтпас үшін тіркеле кетіңіздер.